бір адамды білемін, әйел адам өмірде ешқашанда құрбандыққа мал шалып көрмеген адам. Ол мысалы деген мен шалды, мен бүйтем дегенде емес мәселе. Ақша жетеді, ақша бар, бірақ құрбандыққа ешқашанда мал атамайды ғой. Сен деген ақшаң жоқ болатын болса, мысалы деген сол 360 күн ба неше күн, біздің 65 күнде мысалы күніне бір 100 теңгеден жинасаң да, күніне 10 теңгеден жинасаң да, әйтеуір қалайда да бір қойдың ақшасы шығады ғой. Алла тағала деген мысалы құрбандықтың өзінде бір құрбандық, мына құрбандықтан келесі құрбандыққа аман жетулерің үшін малды сойыңдар деген. Сонда біз осы құрбандықтан келесі құрбандыққа тірі болайықшы деп құрбандық мал шаламыз шындығында. Қойшы құрсын, кімді шақырып, оны не керек, ананы шақырып не керек, мынаны шақырып не керек демей, шамаңыз жетсе 30 адам шақыр, шамаңыз жетпесе 3 адамды шақыр, шамаңыз жетпесе бір көршіңді шақыр. Шақырып дастарханыңыздан кәдімгі Алла тағаланың бізге берген, бұл да бір өзінің бір бұйрығы ғой. Жаңағы қасиетті оразада әйтеуір осы мына бір адамға, я екі адамға, я болмаса 3 адамға ауыз аштыру жасайыншы, сауабын алайыншы деп, сіз өзіңіз сауап жинау үшін сондай бір кішкене сондай жақсы жаққа шығып, қонақ шақырып, бір жақсылық жасау керек та. Шошымау керек, қорықпау керек ондай жақсылықтардан.